осы Тумор School'дың екінші тапсырмасын талдайтын боламын. Екінші тапсырмада бізге ASCII Art деген бағдарлама болған. ASCII Art деген бағдарламада біз терминалдың ішінде жұмыс істейміз. Терминалға біз бір сөз жазамыз, бір сөйлемнің ішінде сөз. Сол сөзді ол былай айтқанда ASCII Art қылып шығарып беру керек бізге. ASCII Art деген білмегендер үшін ол былай айтқанда сурет салу ғой, тек қана ASCII белгілі таңбаларымен сурет салу. Мынау мен көрген салыстыруға болады. Бірақ бізде тек қана текст қана. Тексттің приколдарын, ол мысалдары міне. Бізге беріп қойған, мысал файлдарды беріп қойған, бізге sample файлдарды, байнерлерді беріп қойған. Осы үш файлды қолдана тұрып, осы проект жасау керек былай айтқанда. Бізге берілгені бойынша біріншіден біз адамнан не аламыз? Айтады, input аламыз адамнан. Input'ы қашасы қандай болады? Бірінші біз адамнан былай айтқанда input аламыз. Input алғаннан кейін оны алгоритмнан өтеді. Важно ма? Сәл айналдыра алмайсың ба? Болды. Нормально ма? Бір белгілі бір алгоритмді саламыз, ол алгоритмнен бізге output шығады. Outputты біз терминалға шығарып беру керекпіз. Бізге уже беріліп қойған тапсырманың өзінде output түрі қандай болуы керек екен. Мысалы, мына жақта go run ештеңе салған кезде ештеңе қайтармайды. Go runға абзац тастаған кезде бір абзац лақтырады дегендей. Уже беріп қойған былай айтқанда. Осыған ориентир ұстап, біз тапсырманы орындау керекпіз. Так. Енді бұл жерде сразу тапсырманы өзін ашатын болсақ, бізде бізге берілген тапсырмада айтылған тұғын. Жазылған код бізде жақсы андай good practices, яғни бір белгілі бір ережелерге бағынуы керек. Ол ережелер бізге былай айтқанда адамдар кодты тексеретін кезде қинамас үшін қойылған ереже. Ереженің біреуі осы кодтың модульдылық былай айтқанда бір үлкен блок болмау керек. Бір үлкен блок емес, бөлік қылып істеу керек былай айтқанда. Енді біз тек қана input'тың шаруасын тындырамыз. Мынаны көрмесек деп керек емес бізге. Input қана керек. Сол input'ты алгоритмға жібереміз, бағана көрсеткендей. Біріншісі дайын уже. Біріншісі дайын енді. Input алдық линиямен. Енді біз алгоритм жасау керекпіз. Алгоритм уже бар, в принципе. Так, енді алгоритмді түсіндіру керек енді. Өзіміздің сөзбен түсіндірген кезде бізге берілген файлдарда бір форматы бар. Яғни бір ережемен жасалған. Ережелер қателеспесем 32-ші таңбадан бастап 128-ші элементке дейін баратын тұғын. Және ол әр элементтің 8 абзац, 8 row. 8 row былай айтқанда өзінің бір қазір көрсетемін. Әр элемент былай айтқанда өзінің бір ережелігімен 8 таңбадан тұрады, барлығы 8 таңбадан, 8 таңба. Сөйтіп былай айтқанда барлығы 8 таңбадан тұрады. Ол бізге заңдылық болып беріліп қойған. Мына жерде біз кодта қолдана алу үшін. Енді біздің тапсырмамызды орындау үшін алгоритміміз бүйтеді. Берілген текстті ол бізге тапсырманың ішінде берген тұғын ана жақта абзацтарды дұрыстау керек. Абзацтарды да тексеру керек.
кейбір файлдарда абзац берілген сэмпл файлдарда кейбіреуінде абзац дұрыс қойылмаған, оны да дұрыстап жіберу керек былай айтқанда. Бірақ бізге ең маңыздысы ол мынау рендеринг былай айтқанда, сол терминалға шығаратын код. Бізге бұл сөз берілді, яғни сол бір былай айтқанда шығару керек сөз. Оны біз линия қылып шығарамыз былай айтқанда. Бір линияда бір сөзде бізде 4 әріп бар ма мысалы? 4 әріптің бірінші абзацы, сол екінші абзацы, үшінші абзацы, сол 4 әріпті былай айтқанда принтер сияқты шығару керекпіз былай айтқанда. Принтер кәдімгідей барлығын бір-біреулеп шығармайды ғой былай жан-жағын. Сол жеке-жеке линиямен шығару керек. Негізі болды, енді сұрақ код бойынша түсінбеген жері болса енді, өйткені тапсырманың өзі жеңіл енді. Алгоритмнің өзінде бізде 4 функция жасау керек болды. Оның екеуі, оның біреуі фонтты sample файлдармен жұмыс істеуге арналған. Екіншісі берілген бір, біз ары жерде линияның номерін алу керек боламыз, қанша линия номер 1, линия номер 2 дегенде алып тұру керекпіз. Сол екінші функция соған арналған. Именно мына функция бізде айтқанда 32 мен 28-ның арасында алуға арналған именно мынаусы. Және екі басты функция, ол бірінші render art, ол әр линияны сол render блокқа жіберіп тұрады. Ал render блок бізде уже сол заттарды терминалға шығарып тұрады. Өзі санап дегенде өзі линиясын, керек линиясын тауып алып, сол линияларды айтқанда терминалға шығарып тұрады бір-біреулеп. Именно терминалға шығаруды render блок атқарады. Ал нені шығару керек екенін уже render art атқарады. Болды, осы төрт несі. Мен маяққа қайтамын деймін. Так. Бай. Мақ. Так. Қосылып тұр ғой. Так, render артты қадам-қадаммен былай бөлшектейік. Ең бірінші біз edge case дейді, андай худший случай болған кезде былай айтқанда, басқа адамдар дұрыс емес input жіберген кезде сол жағдайларды қарастыру керекпіз. Және ең бірінші дұрыс емес кетуі мүмкін, дұрыс емес кетіп қалу мүмкін жері, ол егер адам ештеңе жібермесе. Ондай жағдайда біздің программамыз ештеңе қайтармайды, просто шығып кетеді. Кейін уже жайлап қарастыру керекпіз. Бізде мысалы тапсырманың өзінде бізге бір ереже берген тұғын. Егер inputта /n, яғни абзац беру деген зат тұрса, оны келесі сөзбен лақтыру керек. Яғни айтқанда абзац арасын тастау керек обязательно. Арасын айтқанда бір линияда барлығы бола алмайды, егер /n тұратын болса. Оны отдельно сигнал қабылдау керек оны. Ол затты мынау осы линиялар дұрыстайды. Input бізде басында әшейін string input болды бізде енді басында. Енді біз бұны біріншіден керек емес заттарды, яғни кейбір файлдарда 2/n дегенде 2/пен жазу мүмкін. Соларды дұрыстау керек бізге. Соны бірінші дұрыстап болғаннан кейін уже ары қарай қайта айтамын. Мынау линияда, бірінші линиясында бізде анаяқта фонт файлдарда приколдар болып қалуы мүмкін ана жерде. 2/2/ болуы мүмкін дегендей. Edge case'тер болуы мүмкін, мысалы біреу inputқа
hello дейді да, екі слэш n деп қою мүмкін. Ондай кезде программа почему-то қуып кетеді. Мен өзім түсінбедім оны. Бірақ былай айтқанда оны дұрыстау үшін бір екі слэшті бір слэшқа айналдыру керек болып. Бірақ почему-то үш слэш кеткен кезде уже оған бәрібір да. Оған бәрібір. Так. Мына жерге мынау белгіленген кодтың бөлігі бұл жай ғана анау берілген sample файлдың анау несі бар ғой, байнер файл. Соның әр линиясын, қанша линия бар? 500 линия бар шығар ағаш ішінде. 500 линияны string массивіне сақтайды. Яғни 500 матрица болады да, матрица сияқты болады да. Сондайға 500 линиясын сақтайды былай айтқанда. Және осы бізге тапсырманың берілген айтылғандай, мынау /n деген затты, /n-ді қадағалауымыз керек осы екіге бөліну үшін. Ол қадағалауды мына жерден кетеді. Осы. Жоқ, мына жер. Так, ары қарай линия пустой болса абзац лақтырады, кетеді. Келесі сөзге. Және егер ол сөз кәдімгідей нормальный сөз болатын болса, уже ASCII-ге айналдыруға болатын. Біз оны рендер блокқа лақтырамыз. Сол сөзді. Және біз қолданатын sample файлды, байнер файлды. Енді рендер блок енді келдік. Рендер блок бізде міне сөзді алды, яғни бір stringді алды. Яғни frontline sample файлды алды. Мысал файл. Енді біз әр терминалда шығарып беретін әр 8 row үшін осыны жылжыту керекпіз. Сөздің string ұзындығына дейін line offset біз бағанағы функция тұрған тұғын бізде. Line offset. Егер санын. Бұл айтқандай сол санның бізге несі керек? Позициясы керек. Get line offset бізге сол санның sample файлындағы позициясын береді. Позициясын алғаннан кейін біз енді соны шығару керекпіз әр сөзіне дейін. Яғни бір стрингнің бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп айтқанда цикл айтқанда кете береді. Және әр бір сөздің бірінші роуын алған кезде осы абзац лақтырады да. Абзац лақтыру. И кейін келесі циклға өтеді. Екінші роу 2 өтеді. Сөйтіп айтқанда қайталанып 8-ге жеткеннен кейін 8 линия тастағаннан кейін уже бітеді. Мысалға бізге goRun точка дегеніміз бір аргумент болып саналады. И бұған бір сөз жазсақ болады. Мысалы әр сөзді шығарып береді. Екінші жағдай, егер бізде осы сөздерде /n болатын болса. Parenthesis былай айтқанда өзі тауып былай айтқанда көреді /n дегенді. Сол жерде никке бөледі стрингді. И сол әр стринг айтқанда рендер блокқа лақтырады. Немен? Нені? Сөз болмайды ау деймін бұны төбемен ше. Былай істесем болады енді болды. Не жазайын? Пустой. Пустой просто қайтармайды ештеңе. Жаңадан лақтырып болды. Бұл тапсырмада ешқандай андай қате жазған кезде бірдеңе шығарып бер деген вроде айтқан жоқ, тұғын есімде жоқ. Немен? 2/. Hello there 2/мен ба? Мына жерде 2/ өтсің ғой.
міне сол бұл прикол жоқ болу үшін именно жұмыс істеу үшін осы екі флешпен де жұмыс істеу үшін нау линия тұрған бізде үшеу істеді қайсы иә ол шығару керек қой иә не істейік флеш энд ештеңе қоспа деді дұрыс қой немен енді бұл көрінбей қалуы мүмкін енді ал бірақ шығарады бұнда иә бізге тапсырманың өзінде модулярность тапсырманы былай айтқанда бір файлға тықпау керек деп жазған тұғын мен оның басында түсінбеген не екенін қазір ана келесі тапсырмаға өткен кезде түсіндім оны модулярностьті жасаған кезде дәл қазір енді бірінші тапсырмада бізде функция аз ғой функционал алгоритм аз деген дейді біз былай айтқанда үш файлмен бұны аяқтай салдым бұны бірінші файл ол main.go әшейін кіріс жерді бұдан инпутты қарастырдым и мынау сол файл былай айтқанда инпутты соған жібере салдым әшейін болды оған ештеңе керек емес та яғни инпутты main.go қарастырады сол функционал мынау бағана көрсеткен инпутты біз тек қана сол main.go-ға тықтық input болды и келесі render art дегенде біз уже отдельный файл істедік міне render artқа менің жағдайымда бұны негізі үш файл қылып істеуге болатын еді outputқа арнайы файл немесе фонтты дұрыстауға файл отдельный load font дегенді бар ғой соны отдельный файлға туға болатын өйткені load font рендерингке қатысы жоқ вообще ешқандай getline offsettің қатысы бар мысалы модулярность істеген кезде не сол былай айтқанда сол өзінің тақырыбына қатысты функцияларды ғана бір файлға тығады да ал өзінің тақырыбына қатысы жоқ заттарды басқа арнайы файлға тығады келесі проекттерді істеген кезде мысалы колор деген жаңадан келесі тапсырмасы қосымша тапсырмасы колор деген аталады да оған цвет жасау керек болады цвет қосу керек болады да сол цветті қосқан кезде уже colors деген отдельный папка ашу удобно болады барлығын өйткені егер барлығын бір жерге тығатын болсақ ана жақта каша болады ары қарай ше біз 4 қосымша тапсырма бар ғой ана жерде төртеуін де бірге қосып істеп отырмыз істеу керек төртеуін бірге тыққан кезде ана жері точно екі жүз линиядан асады оның орнына бір экранға сиятындай қылып істеген әдемі да былай айтқанда кейін оқыған кезде қиналмайсың бірдеңе дұрыс айтқан кезде қиналмайсың екінші бізде по правилам бізде не тұрған комментарийдің прикол екен әйтеуір ше өйткені мына жерде біз бірдеңе шақыратын болсақ мына жақты шақыратын болсақ бізде комментарий мына жақтан көрейінші бізде комментарий шығады ғой мына жерде сол комментарий мынау серімен жазылған комментарий қолданады соған айтқанда комментарий ретінде түсініктеме ретінде біз жазған анықтамамыз шығады мына жақта осы тоқта жоқ бұл мынаның анықтамасы деген тоқта мен VS Code'да қалай істейтінін білмеймін былай айтқанда егер сол функцияны таңдайтын болса комментарий ретінде астында шығатын окошко ше кішкентай сол жақта сендер жазған комментарий шығады сол жақта объяснение ретінде сендер орысша жазсаңдар орысша комментарий шығады қазақша жазсаңдар қазақша комментарий шығады не таңдаған кезде
иә сол анықтамасын өздерінің мына жақта берген анықтама басқа кезде шақырған кезде дәл ешбір шығады былай айтқанда бұл не істейді не бұл функция не істейтін мен қысқаша жаздым по моему қысқаша жазбау керек бұны әр мынау қабылдайтын қабылдайтын параметрлеріне дейін түсіндіру керек ау деймін оны бұл тапсырма болды по идее егер сұрақ болмаса следующий нені лид-кодты не істей берейін ба лид-кодтан кішігірім код жазамыз мына жақтан бір көрейінші ашыла жоқ па анада жоқ бұны істемей ақ қояйықшы бұл слишком жеңіл болуы мүмкін қазір бассейнде біз тапсырмасы деген едік қой есіңдерде ма бассейнде тапсырмасы деген кезде біз оны гитқа жібердік гитқа жібергеннен кейін программа оны өзі тексерді программа бір какой то бір программа оны бассейнде өзі тексерді дәл сол принциппен бізде лид-код бар лид-код бізде дәл сол принциппен жұмыс істейді кәдімгідей біз код жазамыз біреуін таңдаймыз код мына жақта қалтасы бар мына жақта код жазатын осы қалтаға кодты жазамыз мына жақта run submit деген екі кнопка болады сонымен тексертеміз істесе істемеді істесе істеді дегендей да бұл сайт осыған арналған қазір тапсырманы табайын қазір так жоқ стак өтіп кетті одан қинайын сендерді егер естеріңде болса кейбіреуінің естерінде болуы мүмкін біздер роман сандарын бізге әшейін сандарға айналдыру керек еді соны істейміз ба істеп көресіңдер ма романды ондыққа айналдыру керек роман сандарын ондыққа айналдыру керек романские цифры иә римский не ұнамаса басқасын көресің болады артқа ма аудармасы керек шығар иә нормально ма сол былай айтқанда бізге біздің программамыз мына жақта беріп қойған мысалы стринг ретінде мынау string деген ол романның саны i в x деген өзі беріп қояды да мысалы біздің мынау алгоритм мына жақта бірдеңе істейді соның ақыр соңында бізге әшейін ондық сан шығарып беру керек не нені бұл көреміз ба бұны короче бізге подсказка беріп қойған подсказка емес андай ограничение бізге бізге программа сандар береді ғой сөз береді ғой s-тің ұзындығы 15-тен аспайды иә роман санының ұзындығы 15-тен аспайды 15-ке тең немесе аспайды s тек қана берілген сандар берілген әріптер ғана бола алады 1 5 10 50 по-моему и және осы s-тің ондық мағынасы 4000-нан асамайды яғни ешкім көп емес та мен сразу айтайын мен өзім есімде жоқ бұны қалай жасайтынымды мен точно есімде мен мап қолданған болған мап хэшмап та хэшмап For какой? For какой?
иә Сондай ма бөлек? иә соны короче геморрой болған басында не деген геморрой болған ол басында мен бұны бүйткем мап істеген кезде енді мен года есімде жоқ ше кәдімгі үлкен мап істедім короче мен словарь білесің ба словарь словарьда бізде сөз бар оның аудармасы тұрады фиксированный сөз бар мағына бар сөз бар мағына бар оның біз мысалы алфавиті тұрады ғой ана сөздер бар ғой сөздерді іздеген бізге бір керек сөзді аудармасын іздейтін кезде біз просто мына жақтан қараймыз да и мына жақта былай айтқанда аудармасы тұрады готовый матермен и былай айтқанда мапаның приколы ол тез форлуктан қарағанда кәдімгідей тез и просто один на один былай заттарды жинауға жеңіл былай айтқанда ассоциация сияқты мнемоника сияқты жинау жеңіл да кәдімгідей память өлмей ма мен бұны істеген кезде төбеге мен есімде жоқ бұны короче структураны қалай істегенде мапты істейтін кезде на всякий случай айтайын бұны короче орындаған кезде анау не бар ғой типа ix типа 9 қылатын 10 қылатын мен оны отдельно жазып алған тұғым то есть дұрыс емес өйткені ана жақта 4000-нан сан көп сан болуы мүмкін бірақ просто 4000-ға лимит қойғандықтан просто скоротил да былай айтқанда өзімде басқасын көрейік мынау не ау деймін лист ау деймін иә жоқ мынаны істесек болады мынаны точно істей аласыңдар бұны короче екі лист болады екі листтің әр элементі болады өзінің мағынасы болады да енді ол листті бір біріне қосатын кезде сол мағыналарына қарау керек по возрастающему қосу керек бір біріне мына жақта мысалы 1 1 2 3 1 1 2 3 4 4 ақыр соңында по возрастающему сақтау керек мынау структура просто linked lisттің структурасы оның пишинында істегенбіз ондайда камон қосу керек и былай әрқайсысының валюсын тексеріп қосу керек еді да оны иә